трагедияның барлығы сол, біз осыны түсіне тұрып, осы қармаққа түсіп қалғанымызда ғой. Мысалға, кәдімгі Facebook бар ғой, біз талқылап отырған Facebook. Соның директоры болған адам. Одан шығып, Pinterest деп аталатын тағы бір әлеуметтік желі бар, суретке негізделген. Соны басқарған маман, қазір өзінің компаниясына ашылған, соның өзі айтады ғой, осы алгоритмнің, осының барлығын біле тұрып дейді. Яғни, қолданушылардың психологиясына жасалатын эмоциялық шабуылдың барлығын мен өз қолыммен жасай отырып, және оны түсіне отырып дейді. Осыған өзім түсем дей ма? Үйге келгенде, осознанность деп айтады ғой, тың етіп санама бір серпіліс болды дейді. Себебі дейді, мен жұмыс біткеннен кейін, үйге келгеннен кейін, мен екі балам бар дейді. Екі баламды құшақтап, қарсы алып, жаңағы аспанға көтеріп, дастарханға отырып, арқа-жарқа болуым керек еді ғой дейді. Бірақ бір есім жисам, үйде отырым, екі балам мына жақта отыр, мен оның не айтып отқанын түсінбеймін. Қолым соткіде, көзіммен экранды шұқылап жатырмын. Ана әлемге кіріп кетті. Бірақ дейді, мен соның солай екендігін білетін, соның жасаған, түсінетін адаммын ғой дейді. Енді менің өзім сондай болсам, қарапайым қолданушы қай деңгейде деп сөз қозғайды. Саналы ұрпақ тәрбиелеп, өзіміз саналы деңгейге түсіп, бір уақыт жалпы әлеуметтік желіге кіріп отыруды скрин тайм деп айтады негізі. Осы скрин таймды шектемесе, яғни радикалды түрде тәртіпке келтірмесе негізі болмайды. Себебі бұның, мына жерден әлеуметтік желінің тәрбиесі басталады, мына жерден әлеуметтік желіде отырудың тәрбиесі аяқталады деген ереже жоқ негізі. Толғандырып жүрген сұрақтарыңыздың жауабын іздесеңіз, Тәлім трендті көріңіз. Ол үшін YouTube каналымызға тіркеліңіз, немесе App Store Play Market'тен ұялы қосымшаны көшіріп алыңыз.